күйжіп өпем, жылама, көздің жасын болама. Әлди шырағым, көлге біткен құрағым. Қайырлы күн, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Айдана, Ыбырай деген келіндеріңіз жарты сағаттық эфирді қазір сіздерге бір қызық ақпаратпен өткізгім келіп жатыр. Жалпы адам баласы өз сөздерінен тұрады екен. Өз сөздерінен құралады екен, былайша айтқан кезде. Қалай дейсіздер ғой? Алдында бір эфир өткізген болатынмын, жақсы сөйле немесе үндеме деген. Сол эфирдің жалғасы немесе сол эфирді ашылған эфир деп ойлансаңыздар да болады. Қараңыздар, мысалға көп адамдарды байқайсын, өмірде жолы болмайтын, өмірде түңіліп жүретін, негатив шашып жүретін адаммен сөйлесетін болсаң, ол адамның жақсыға жақындасаң ырысы жығады деген сияқты, жаманға жақындасаң күйесі жығады демекші. Сол адамның сөздері сенің де бойыңа сіңіп қалады да. Сіңіп қалады. Прямой эфирға кіру оңай екен ғой дейді. Әрине оңай ғой. Сіңіп қалады. Енді қараңыздар, ол қалай сонда? Мысалға, ол адамның ақша жоқ, үкімет жаман, анау жаман, мынау жаман, айналасындағы барлық адамдар, қоғам, бүкіл дүниелердің барлығы жаманда, ол тек қана өзі ғана жақсы болады. Түсінесіздер ме? И сол арқылы ол өзіне жамандықты тартып жатыр. Ал жақсымен өткізген жарты сағат жарты ғұмырлық өмірге тең деп айтады ғой. Сен бір жақсымен соның вибрациясында біраз нәрселерді түсініп қалсаң, сенің жарты жылдық, даже бүкіл ғұмырлық өміріңе қажетті инсайттарды алып қаласың. Енді мен сіздерге былай айтқым келіп тұр да. Қазір кім қандай сөзді көп қолданады? Сіздер ойламаңыздар, мен боқтамаймын, жаман сөз айтпаймын деп ойлауларыңыз мүмкін да. Ол жаман сөзге де байланысты емес. Ол жаман сөз туралы айтып жатқан жоқпын. Боқтау деген туралы. Ол емес. Енді кейбір адамдарда боқтау автомат шығып кететін нәрсе да. Бірақ үнемі ол кәдімгі сөз қылып айтып жүреді. Мысалға қараңыздар. Мысалға менде Сүйен, қазір ана пылесос апарған кезде маған инешті айтып жүрдіңіз. Сүйен, маған бір қараш. Ана мойнындағын ана ваннаға ілесе алмақыл, бас шоғанда не алады ғой. Енді қараңыздар, мысалға менде мынандай установка бар еді. Өзімнің өмірімде постоянно сол нәрсені айтатын. И көп адамдар осыны кәдімгідей ДНК-сына прямо сүйегіне сіңдіріп алғанда, ата-бабасы айтып кеткен сияқты. Мынандай, көп күлсең бір жылайсың деген. Көп күлсең бір жылайсың деген бізде установка бар. Көп адамда бар. Ол білесіздер ме, ол установка, ол жай ғана программа. Оны бір адам айтқан, ол кім екені де белгісіз. Белгілі адам болса, мысалы, оны Абай Құнанбаев деген сияқты ұлы ғұламалардың бір сөзі болса мейлі, біреу айта сағанда қазақ біз ғой деген сияқты шы. И осы Анталияға барып қайтқан кезде, Анталиядан қайтқан кезде менде өте көңіл күйім күшті болды. Енді білмеймін, мен ғажайып бір күшті состояниеде тұрдым. Самооценкада барлық жағы күшті болып тұрды. Бірақ менде күліп, настроениеден күшті болып тұр. Сөйтіп мен ойлап қоямын. Что-то мен көп күліп қойдым. Мен что-то жылап қалмайын ба? Әйтеуір бір жеңілінен жылап қалсам да жеңілінен берсе болар еді деп ойладым. Просто ойладым, айтқан да жоқпын. Сонымен аэропорттан Алматыға келді. Сөйтіп пока что барлығы жақсы. Сонымен Алматының аэропортында международный багажды көп күтіп қалдық, бір сағаттай ма күтіп қалдық. Сол кезде ол кезде де көңіл күйім жақсы болып тұр да. Сол кезде анау жүк қоятын не бар ғой, багаж қоятын андай лента бар ғой.
лента дей ма, не дейді, лента сияқты ғой енді. Жүк шығаратын бір қара бір жолақ бар ғой, сол жолақ істемей тұрған ғой енді. Сол жерде енді білесіздер, багаж күтетін жерде орындықтар аз. Сонымен мен қызымды сол жерде істемей тұрған жерде отырдым. Мен қасымда да осы менің қызыммен жасты бір келіншек отыр. Сөйтіп ана жаңа жолақ бірдестен жүріп кетті да. Сөйтіп ана әйтпесе мен вроде тұрған сияқты едім да, үлгерген сияқты едім, бірақ мен ұшып түстім да. Қызыммен ұштым, хорошо, что тағы жұмсақ посадка болды деп айтайын ба, не деймін. Тағы да әшейін тіземді ғана жарақаттап алдым, мындай ауырып қалды, бірақ ана қатты секіріп кеттім да енді. Әйтпесе менің қасымда менен де салмағы ауыр, тура мен сияқты келіншек отыр, оны Құдай сақтап қалды. Ал мені ұшырып жіберді. Сол кезде мен ойладым, значит мен бағана көп күлгенімнің несі осыған көрінген екен ғой, хорошо, что оңай құтылып кеттім дедім да. Енді қарап тұрсаңыздар, оны мен өзім оймен шақырып алдым. Сол сияқты мынандай установка болады. Біз осы психосоматикада емтихан тапсырдық қой, кәдімгідей оқып, университетте қалай емтихан тапсырамыз, сол сияқты емтихан тапсырдық. Сол кезде мынандай қызық болды. Тізімді қарасам, кәдімгідей осылай алады емтиханды, жаныңды қинап тұрып, оң қанша дайындалдық, бір ай дайындалдық ба, ой жан, Алла разы болсын. Ана екі қызыл жасты әкеп берші, ана тігу керек. Ну тұр, мен ана екі жастықты. Ана. Сосын тағы да бір жастық бар еді, тігілмей тұрған, соны әпер жүрші. Мен құрып отырсам болмайды, бірдеңе істеп отырмын бірақ. Соны әперсе, бұзылып қалған соны. Алла разы болсын. Жинап қойдың ба? Ой жан. Ана ше қазанның астын жай қойсасын ба? Рахмет. Пол жуып қойдың ба? Ана трәпкілер далаға жайып, тазипті далаға төксеңдерші, үйде тұрмасын. Жарайсың, рахмет. Сөйтіп, қараңыздар. Менің ұлдарыма... Шайды қосып қойым. Менің ұлдарыма күйеуге тиген қыздардың арманы жоқ шығар. Тастай қып тәрбиелеп жатырмын, күйеу балдарыңыз деп қояйын да. Алла қаласа маған күшті сабақтар берілді. Құдай қаласа маған келген келінге жақсы ене емес, дана ене болады. Атыма затым сай, дана ене болам деп кәдімгідей ойлаймын. Күдігім жоқ ше, енді Алла қаласа. Иншалла деп айтайын. Алла қаласа. Тірліктен де, сөзден де, өнерден де әйтеуір кенде емес. Енді қараңыздар, жаңада біз емтиханға дайындалып жатырмыз. Кәдімгідей қорқыныш, енді университетте қалай емтихан тапсырдық, сол сияқты ғой. Сонымен тізім шықты. Тізімде кім нешінші емтихан тізімде кім нешінші болып тапсыратыны жазылды да. Мен қарадым. Сөйтсем 10 адамның астында ең соңындағысы екен да менікі. Ең соңғы тізімде ең соңғы тұрым. Қарадым да. Соңғы түйенің жүгі ауыр дегенді өзім сразу аузыммен айттым да. Соңғы түйенің жүгі ауыр деп ше. Өзіме сол неудачаны шақырып алдым да емтиханнан. Сөйтіп кейін қараңыздар. Сол нәрсені айттым. Одан кейін барып адамдардың барлығы емтихан тапсырып жатыр шетінен. Ең соңында маған келген кезде былай бір қиын бір техника бар еді да. Қиын техниканы именно сол түспей қойса екен деп ойлаған едім. Именно сол техника түседі. Ана жерде мандыра жұмыстап, сасқақтап, есіме түспей жатқан кезде, енді зуммен болып жатыр ғой. Сол жерде қараңыздар, Құдай қалай көмектесіп жүрді. Ана бір ағай бар еді, Азамат деген ағай. Постоянно ол кісі сақ еді ондай нәрселерге ше. Бірақ именно сол мен сұраққа жауап бере алмай ойланып бүйтіп жауап іздеп жатқан кезінде ана ағай несі звукі қосылып кетеді ғой, дауысы ше. Сөйтеді да бір нәрселерді айтып, ол басқа біреумен телефон сөйлесіп жатыр, енді зумда звукты басып қойдым деп ойлады. Сөйтіп ана кісі сөйлеп бір 5 минуттай ма сөйлеген шығар. Сөйтіп ағай дауысын басыңыз деп жатыр. Мен айтам да. Кейін бітті ғой енді, ол нәрсе емтиханнан өттім, бірақ басқа сұрақтарға жауап бердім, сол сұраққа сәл мүдіріп қалдым да. Сөйтіп кейін айтам да, талқылап жатырмық қой, не болды деген сияқты. Сөз айтам, мен бұл нәрсені өзімнің ойыммен шақырып алдым. Мен қарадым да, соңғы түйенің жүгі ауыр дедім. И одан кейін
жаңағы емтиханға дайындалу барысында, емтихан барысында менің потеря болған себебім, кәдімгідей сандырақтап қорыққаным, университет кезінде қиналып емтихан тапсырған кездегі триггерлерім ойнап кеткен ғой. Триггер деген қорқыныш сезімдер, бойымда тұншығып қойғанда. Мен өзім математика пәнінен неге түскем? Грантқа түскем университетте. Қалай десем болады? Математика пәнінен грантқа түскем. Негізі менің жан қалауым психологияға түскім келді, журналистикаға түскім келді, суретке түскім келді. Жалпы айтқан кезде мен шығармашыл адаммын да негізінде. Мектеп балалық шақтан. Бірақ ондай нәрсеге түсірмей мені мұғалімдікке түсуге тура келді да. Енді мұғалімдердің отбасы болғандықтан талқыланған да жоқ ол ше. Соменен қалайда грантқа түсем деп түсіп ағам. Сөйтіп ең қиын мамандықты таңдап ағам. Мысалы, қазір әншілерге есеп шығар десем қиналады ғой, сол сияқты. О, жаным. Абайлашын, зорға тұр. Кетеді. Инен абайла. Сол сияқты ондай. Бірақ стипендиядан бірде-бір құламай аман есен ол оқуды алып шықтым ғой, 4 жыл. Бірақ соның зардабы деп айтсам болады. Емтихан дегенді естісем болды, тұла бойым дірілдеп қорқыныш дейді да. Сол қорқыныштың кесірінен де именно сол білімге деген, емтиханға деген қорқынышты өңдемегеннің арқасында емтихан десе дірілдеп есімді жоғалта беретін әдетім болғанда. Ол да бір үлкен блок. Сосын жаңаға нелермен, әріптестермен талқылаймыз ғой. Айдан сен негізінде ең жаңағыдай вообще дайындық кезінде вообще барлығына күшті жауап беріп отқан, саған не болды дейді ғой. Сөйтіп жаңағы Азамат ағайды айтып жатырық қой. Сізге не болды ағай? Постоянно қанша уақыт бір жарты жыл ғой, жарты жылдан бері сіз бір минус технический минус жібермей, неге именно емтихан кезінде минус жібердіңіз деп жатыр ғой. Сол кезде мен айтамын да күліп, Азамат ағайды мен үшін жіберген ғой Алла тағала деп ше. Себебі маған ағайға фокустың барлығы ағайға бөлінген кезде менің жаңағы есімді жиып алуға сондай бір мүмкіншілік болды да. Түсіндіңіздер ма? Трансформация, блок дегендер қандай? Мысалға, бір адамдар болады, иттен қорқады, мышықтан қорқады. Не үшін? Себебі бала кезінде біреуді ит қауып алған, немесе сол үйдің мүшесін біреу ит қауып алып, ол қиналған деген сияқты. Сондай нәрселердің барлығы адамның денесінде блок болып қалыптасып қалады. Итті сондай бір нәрсе көрген сайын оның триггер ойнап кетеді. Триггер деген жаңағыдай дірілдеп, қорқып, сандырақтап сөйтіп кетеді. Ол триггермен, ол сезімдермен жұмыс жасау үшін ол біздің бойымыздағы тұншыққан сезімдер. Біз оны уақытша жаңағыдай дәрмен немесе ұмыттым деп ойлаймыз ғой, бір ұмытып кетеміз деп. Мысалға, қазір мына жерде босанған әйелдер бар болса, барлықтарыңыз енді келіншектер отырған болса, ол кісілерге қанша, мысалы мен 5 бала босанған әйелмін да. Қай баламды айтса да, менің сол кездегі состоянием бірдестен шығады. Мен мысалға үлкен баламды босанған кезде іс-әрекеттерім, толғақ кезінде қалай қиналғаным, қандай сезімдер болғанын, босану процесінде қандай қиындықтар болғаны менің жаным, менің тәнім оны спокойно еске түсіріп айтып береді. Хотя оған биыл Құдай қаласа Алихан 11-ге толады да. Сол сияқты, мысалы, кеше қызым қазір 11 айда, қызымның қалай босанған сәттерім бар ғой, соны кәдімгідей айтып береді. Даже бар ғой, мен сіздерге айтайын. Бір өткенде кеше қызымның құлағын тесейін деп қалдым да. Сол кезде жаңағы менің визажистім Айжан деген құрбым ғой, енді сол айтады: Айдана, сен былай жасашы дейді да. Ол да осындай психосома көп сөйлесеміз енді, екеуміз рухани доспыз ғой енді. Ол айтады: Айдана, сен қызыңның құлағын қазір теспеші дейді да. Себебі мен айтам да, қазір білмей қалады ғой, қайта енді кішкентай кезінде деп айтады ғой десем, білесің ғой сен балаға түйсіктен не болды жоқ қолым ба? Бергеш көзін көрейінші. Сен көзің қызарып тұр ғой. Көзің жүкеш бар. Телефон ұстамашы, ертең мен сен глазноға апарам. Көзіңді жу. Сөйтіп айтады да, түйсіктен бастап балаға реакция беретін білесің ғой дейді да. Ол қазір
білмейді деп ойлағанмен, білесің ғой, іште жатқаннан, құрсақта жатқаннан біледі ғой дейді да. Иә деймін, сен қазір ол жылағанмен ол шошынып қалуы мүмкін болашағында дейді да. Сол кезде барып миыма тиді. Ол айтады да, мен дейді, есімде дейді, әлі күнге дейін, менімен жасты қыз ғой, 92-ші жылғы да. Айтады, әлі күнге дейін дейді, менің кішкентай кезінде құлағымды тескені есімде дейді. Мен оған арнайы морально дайындалғам дейді. Себебі менің әкем сырға әкеп берді. Осы сырғаны таққың келсе, құлағыңды тесейік деп. Сөйтіп жан-жағында қыздарды көрсетті, анамды көрсетті. И солай мен кәдімгідей саналы түрде дайындалып құлағымды тескіздім. Білесің бе, ауырған да жоқ дейді да. Ауырған да жоқ, сол кезде дейді. Ал қазір сен қызың кішкентай білмей қалады деп тесе саласың, ол оның бір жерінде, тәнінде бір жерінде блок болып қалса қайтесің деген екен бар. Мен сразу есімді жиып қалдым. Мысалға қараңыздар, мен былтыр баламды, жаңағы көзі ауырып қалған баламды не қылдым? Сүндетке отырғыздық. Саналы түрде дайындадық. Оны үшін Ғайнисалих, сүндетке міне қара, ағаларыңның барлығы сүндетке отырған, міне деп. Кім сүндетке отырғызады? Жаңағы вип деген, ахан деген нем бар, танысым бар. Бала кезгі досым деп айтсам бола ма? Сол жігітке, міне, ол вип қып сүндет дейді, жаңа жатқызып қойып, машинамен. Сендім, мен кәдімгідей сендім. Себебі балдардың ішінде мына Ғайнисалихта, 3-ші баламды, өзім білмеймін, Алла разылығы үшін қатты жақсы көремін да. И өзі нәзіктеу, кәдімгідей уайымдадым. Сөйтіп, міне, вип кабинкада, вип сүндеттеу деп аталады. Міне, вип сүндеттеу, осылай жатады екесің, сен ойнап жатады екесің, еш жері ауырмайды екен, қара, сен сүндеттеп болған екен, саған грамота береді екен, сосын саған көп ақша береді екен деп мен дайындадым кәдімгідей. И сөйтіп ол саналы түрде барды, сөйтіп сүндеттеліп келді да. И оған анау айтқан травма болған жоқ, ауырды ма десем, жарақаттан кейін сәл ауырады ғой, бірақтан ауырсыну, анау-мынау болған жоқ та, шошып. Мен ойлаймын да, бұның барлығы бекер емес деп ше. Адамның тәнінде ол сақталып қалады, сол үшін саналы түрде өзі түсініп. Мысалға, көп қыздар бар да араларымызда, келіншек болды ғой, мысалға алғашқы неке түнін бұрындары бір қыз күнімізде, сол тұрмысқа шығатын алдында ғой, қалай болады деп, қыз болған екен уайымдайсың ғой. Сол кезде үлкен апалар, үлкен жастағы, біздің жеңге болмайды ғой, олардың жасы үлкен, сол апалар айтып беретін. Бұлай жасамаңдар, бұлай жасаңдар, күтініңдер деп, босанып келгеннен кейін деші, көкіректеріңді бұлай күтіңдер, белдеріңді байлаңдар деп. Әйтпесе ол апалар қашан босанып, уже ол нәрсені ұмытып кетті деп ойлайсың ғой, бірақ олардың тәнінде ол мәңгілікке сақталып қалады да. Стресс та кәдімгідей. И біз осы именно психосоматиканың артықшылығы сол. Сондай бір блокталып, ішінде тесіп кетсең болды, буырқанып, бәрін бастан бастап кассета құсап айналдырып беретін қорқыныш сезімдерінің барлығын өңдеп, оны өңдеген кезде просто еске алып қана қоймай, оны позитивке айналдырады да. Мысалға, мен қазір кішкентай қызыма ертең Құдай қаласа тұрмысқа шығатындай болатқан кезде мен оған айтсам, мен Алиханды босанған кезде осылай болған, мен Сүйінішті босанғанда осылай қиналғам, Ғаниді босанған кезде бұлай қиналғам, анау Нұрахметте вообще қиналғам, сен қиналған кезде жаным көзіме көрініп шығып кетейін деп қалды деп мен оған айтып жіберетін болсам, ертеңгі күні бұл тұрмысқа шыққан кезде Құдай сақтасын, бұны мысал келтірмей-ақ қояйын, басқа біреуді айта салайын. Себебі бізге айтады, бала шағаңды, отбасыңның бір мүшелеріне белгілі бір жағдайды айтып қойып мысал етпеңдер дейді. Себебі оны сен саналы түрде өзің жаңағыдай сөзіңмен көп құтырған бір жылайды деген сияқты тартып аласың дейді да. Бөтен бір қызды айтайын, сондай бір қорынышты айтатын болсақ, алдыңа келген бір қайсыңның болсын, бір кеңес сұрап келген бір оқырманым дейінші, соған айтатын болсам, ода сразу блок пайда бола бастайды. Мен егер де көтеретін болсам,
егер менің ішіме бала бітетін болса, босану деген оңай емес екен деген. Босану деген қиын екен, бір өліп бір тіріледі екен деп ол сөйтіп ойлайды да, оның тәні может баланы қабылдамайды. Мысалға да, жүкті болмай жүруі мүмкін. Қорыққан ғой себебі. Қорқып қалған екен, жүкті болу, бала туу деген оңай емес, қорқынышты деп ол бала көтермей жүруі мүмкін. Даже білесіздер ма, мен осыны так қашан еді? 4-ші баламда ма? 3-ші баламда? 4-ші баламда, я. 4-ші баламда мен осыны түсіндім. 4-ші балам босанған кезде менің кеудемнен сүт шықпады. Бірінші күні, екінші күні, үшінші күні деген кезде мен уже уайымдай бастадым. Мен өзі психологияны білем, бірақ психосоматика ондай жағын білмейтінмін. Сонымен, осы 4-ші баламда ғой. Бірақ 4-ші баламда босану процесім өте оңай болды. Өте Алла күшті жеңілдігін берді. Сөйтіп оңай босандым. Вроде былай қиналған жоқпын ғой деп ойладым да енді. Неге ол алдыңғы балдарыма қарағанда деп сөйтіп ойладым. Аяғым ұйпаған есі. Содан 3-ші күні сүт шықпай жатыр. Сосын мен уайымдай бастадым. Не болды маған деп. Содан кейін бәрі уже емірену деген процесс, еміренсе жаңа мейірлен дейді, оның бәрін білеміз ғой енді. Вроде істеп жатырмын, неге ондай болып жатыр десем, оказывается, мен осының жауабын бір кісіден білдім. Кімнен екенін білмеймін, сіздермен бөлісейін. Әйел адам басында білмейді ғой, біздің организміміз бірінші босанған кезде, байқасаңыздар, көбінде екінші босанған кезде сразу сүт кеудеден атқылап кетеді. Уже аналық сезім оянып қойған. Енді бірінші босанған кезде, шамалы енді өзің бала болып тұрып, ана болған кезде, оған да сәл адаптация керек та, уже екінші балада, үшінші балада анау айтқан қорықпайсың ше, уже опыт бар, сразу шығатын білесің, неден кейін не болатын білесің да. Сосын көп жерде айтады ғой, первородкаларға оңай ғой деп ше, көбінде бірінші рет босанайын деп жатырмын, қорқып жатырмын деп қыздар жазады ғой. Сосын біз күлеміз ғой, ой, первородка болсам күшті ғой, барасында фукет туасында шығасың деп айтамыз ғой. Шын мәнінде бар ғой. Шынымен де первородкаларға оңай, Құдай жеңілдігін береді ше. Енді Құдай жеңілдігін береді да. Біріншіден неге? Себебі олар босанудың процесін білмейді да. Білмей істеген нәрсенің сен андай барады жаңағы этаптардан не болып жатқанын өзі білмейді да. Ал уже екінші, үшінші, төртінші босанған кезде уже сен неден кейін нең болатынын біліп тұрасың, уже сенің тәнің жаттап алған ғой. Уже қазір босанғаннан кейін разрыв болатынын да білесің. Бәрін біліп тұрасың да, сосын ол разрывтан кейін жаныңды қинап тігетінін білесің. Енді уже кәдімгідей тән организмге стресс та ол. Сол кезде мен түсінбейтін едім да. Енді қазір түсінемін ғой, психосомат маман болғандықтан да. Сол кезде бар ғой, 4-ші баламда ғой, вроде мен жеңіл босандым, разрывты болған жоқ, бәрі жақсы ғой, не болып жатыр деп сөйтсем, оказывается, біздің организміміз, ағзамыз стресске ұшырайды да. Стресске ұшырайды екен. Сөйтіп біз, мысалға, мен осыны естігенде таң қалдым. Біз балаларымыздың барлығын жақсы көреміз ғой, ана ретінде адам болғандықтан миымызбен, жүрегімізбен баланы жақсы көреміз. Ойбай, мен жастық деп отқан едім, мен биыл тігіп бітіремін ба? 15 минут па ма, мен қамыр жайым керек ше. 12-ден 15-ке мен 15 минут айтып бітірейінші осын сөйтіп. 15 минут айтып тігіп бітірейін, қамыр жайым керек еді. Обедтайын деп. Соменен не айтып жатқан едім? Біз білеміз ғой, миымыз, жүрегіміз ол баланы жақсы көріп тұрады, 9 ай көтердік, бауыр басып қалғанбыз, бірақ біздің денеміз, тәніміз бар ғой, ағза, біз психосоматика осы ағзаны зерттейді ғой. Әр ағзаның әр бөлігі бір нәрсені білдіреді да, маңызы бар. Сол кезде ағза біздің баламызды жақсы көрмей тұрады екен да. Мен осыны естігенде таң қалдым. Неге? Себебі қараңыздаршы, бала ішке біткеннен адамның бойында токсикоз болады, изжога болады, бел ауырады, анау-мынау ағзаға, біз мақұл жүрегімізге, миымызға ол бала, конечно, жақсы да, бірақ біздің тәнімізге ол қиындық тудырып жатыр, ол табиғи процесс болғанымен де да, мысалға.
сол үшін де байқасаңыздар көп бір 4-5 6 балдан туған әйелдерде сүт шықпай жатыр деген кезде біреулер айтады, енді түсінбейтіндер, неге шықпайды, қайта сендерде опытныйсыңдар ғой деп. Жоқ, уже ағза автоматом уже андай қарсылық танытып өзінен бөлінетін сүтті бергісі келмейтін сондай процесстер болады екен. Мен таң қалдым ғой. Енді қараңыз, мен есіме түсті кімнен, осыдан 4 жыл бұрын ба Ақтауда бір Бақытнұр деген бір кісінің медитациясын алғам. Баламды кешіремін деген медитациясын тыңдағам. Сол кезде мен түсінген жоқпын. Ол кезде менде 2 балам жоқ, 3-ші балам босанған, ол кезде 3 бала бар. Баламды кешіремін деген медитация. Сол кезде мен ол кезде ол медитация, қазақша медитациялар сол бірінші шығарды. Сол кезде мен түсінбедім. Мына қыз қызық па деймін. Адам деген баламды кешірдім деген қалай ол деп ше. Шынымен қараңызшы, балаңызды қалай кешірдім? Так кешіріп қоямыз ғой, оған арнайы медитация жасаудың не керегі бар деп ше. Даже біз көп қыздар айтады, ата-анамды ата-ана қабылдау, ата-ана медитация дегенде шығып кетті. Не бәле ол деп айтады да. Не бәле ол? Ата-ананы сен кешірсең де кешірмесең де ол сенің ата-анаң, солай положено дейді да. Дұрыс, ол біздің ата-анамыз, менің атам, анам бар, әкем бар, бірақ біз ата-анамыз болса да, ол кісілерге шамалы бір неге үйтпейді деген сияқты, неге олай жасамады деген сияқты нәрсеміздің өзі біздің жолымызды жабады да. Значит, біз өзімізге блок қойып жатырмыз сол арқылы. Сынап қойып арқылы да. Мақұл, сізді ата-анаңыз үлдемен бүлдеге орап, бүкіл айтқаныңызды істеп, айдауыңызды жүріп, сондай бір, ондай редко ғой, сондай бір ата-анаңыз болды да. Бірақ сондай ата-анаға да адамдар ренжиді да, балалар да. Неге ренжиді? Себебі өзі бір ойындағы бір нәрсесіне сәйкес келмей қалды ата-анасы. Сондай болды, мысалға, кеше мен пост шығарып қойдым ғой. Ата-ана ұрысқан кезде шығып кетіп, өзіме күшті мама тауып алам деп көшеге шықсаң, біреу сені, ойбай, мен байлығымды кімге тастайтын, үй жинамайтын қызды осында өмір бақи іздедім ғой деп қарсы алатын ата-ана күтіп тұратын сияқты да. Пост сап қойғам, Инстаграмда көрсеңіздер болады. Біз ойлаймыз да, мен әкеме ренжім жоқ, шешеме ренжім жоқ деп. Біздің просто ренжіме түгілі кию дейді ғой, киді ғой, деп бір не алады ғой, бір той мам осындайын қойса болады ғой деп, даже деп айтамыз ғой. Жұмсай береді, не болды, неме деп бір сондай аламыз ғой. Соның барлығы бізге жинала береді. Соның барлығы біздің эмоционалды блок болып пайда болады. Одан кейін біз оны дер кезінде шешіп тастамасақ, бізден Алла тағаладан беріліп жатқан ризықты, несібені, мол көл-көсір энергияның жолын жабамыз. Білесіздер ме? Анадан бізге мейірім, махаббат, қанағат ресурстар өтеді. Если сен анаңмен қарым-қатынасың жақсы болса, яғни сен анаңды прям 100% түсініп, прям анашым қандай болсаң да қабылдаймын деген кезде, сенен мейірім, махаббат, қанағат өтеді. Мысалға бір адамдар болады ғой, тойымсыз, дүниеге тойымсыз, любой нәрсеге тойымсыз. Значит, оған анасынан ресурс жетпей тұр деген сөз да. Түсініп жатсыздар ма? Үндемей отырсыздар ғой. Оны бүйтіп қапты, мен қазір не қылым керек? Күшті нәрсе болып отыр ғой, платный сабақтар болып отыр ғой. Алла разылығы үшін сіздерге паш-паш етіп жатырмын. Бүгін менің ұстазымның бір сөзі өтті маған кәдімгідей ше. Былай да, қараңыздар, бүйтеді. Қазір біреулер айтады, ой, сен не айтып отырсың? Болмайтын нәрсе айтып отырсың дейді да біреулер ше. Қараңыздар, мысалға, мына қой, қойды барлығыңыз білесіздер ғой, жаным, қой, мынау жираф. Жирафтың бойы ұзын, қойдың бойы аласа. Енді қараңыздар, қой өзінің төңірегінде, өзінің көзінің бұлай плюс-минус жеткен жеріне дейін ақ көреді, дұрыс па? Қой жан-жағын бәрін көреді, мына жағын бәрін көреді. Ал жираф одан неше есе биік қой, жираф та? Жираф неше есе биік. Енді қараңыздар, жираф, сақтап YouTube қасап қоям. Жираф дейді, мен осыны түсініп қалдым да, сіздермен түсіндіріп айтқым келіп жатыр. Жираф дейді,
қойды дейді, көргісі келсе көреді, көргісі келмесе көрмей ақ қояды дейді да. Түсіндіре алдым ба? Сонда жирафтың, менің түсінігім бойынша, жирафтың ой өрісі деп айтпай ақ қояйын, просто көргені. Просто ол қойға қарағанда көп нәрсені көріп отыр. Мысалы қараңыздар, сіз машинада кетіп барасыз жолда, иә? Жолда қай жерде пробка бар екенін сіз білмейсіз, себебі сіз машинамен кетіп барасыз да, алдыңызды көресіз, жаныңызды көресіз, артыңызды айнамен көресіз да. А сізде мынандай мүмкіншілік жоқ та. Жан-жағыңызда алдында бір 10 метр алдында не болады? Машинамен келетқан. Енді қазір Яндекс шығып кетті, бірақ ондай приложение жоқ болған, навигатор жоқ болған жағдайда сен просто кетіп бара жатқан кезде алдыңда не болып жатқанын білмейсің. Ал қараңыздар, ал вертолетпен, тікұшақпен кетіп бара жатқан адам уже оған көрінеді. Қой мен жираф сияқты ғой. Вертолетпен кетіп бара жатқан адам уже мына жерде яма бар екен, ана жерде осынша пробка бар жатқанын көреді. Түсіндіре алдым ба? Енді бұл жерде мен сіздерге бір ақылдымын, данамын деп тұрған жоқпын. Просто да адамдар былай да, өзінің сана сезімі, ой өрісі қаншалықты дәрежеде соны ғана көре алады да. Соны ғана көре алады. Біреулер айтады ғой, ой, сен анау, сен мынау деп, анау негатив айтып сөйтіп отырады ғой. Дұрыс, себебі ол өзінің сана сезімі, өзінің ой өрісі жеткен жерін ғана көріп отыр да. Ал жирафта еркіндік бар дейді да. Жирафта еркіндік бар. Мысалыға да, ол адамға қарап, әй, мына жерде мынандай деп айтуға болады оған. Себебі ана жерде шөп бар, ана жерде су бар. Сен сәл жүрсең, мына жаққа су ішесің, мына жақтан барсаң шөп бар, мына жаққа барсаң, мына жаққа жолама, мына жақта қасқырлар бар деп айтуға жирафтың шамасы да бар, мүмкіншілігі де бар. Если жаңағы қой жирафтан сұраса, жәке, мен, қарным аш, не істесем болады десе, анау енді көпті көрген деп айтсам да бола ма, қалай қылсам болады, білмей тұрмын ғой. Мен өзімді жирафқа теңеп тұрмын, мен. Айып етпеңіздер да, енді өзіңіз самооценка топ. Сөйтіп, енді өзім өмірде бойым ұзын, 1.80, жираф болмағанын не болдым. И алдыңнан қой кеп тұрса, айдана, мен осындай дамығым келеді, өскім келеді, не істеймін, маған көмектесші десе, если менен запросы болып сұрап тұрса, если менің көңілімнің қошы болса, жақсылық істегім келеді деген ниетім болса, сауап істегім келетін ниетім болса, мен оған айтам, жаным әшейін, ана жақпен жүрмеші, ол жерде сондай нәрселер бар, мына білімді алмашы, мына неғылшы деп, мен оған төте жолын тауып беруіме болады да. Көңілім қош болса да. Солай да. Енді қараңыздар. Зор кетті ондан нәрсе. Енді мен бұл жерде өзімнің көп ізденгем негізше. Әлі де іздене берем. Мен андай бар ғой, тыңдау бөлек, есту бөлек, түсіну бөлек да. Мен жаңағы мен өзім жирафқа теңеп кеттім да. Шынымен де ғой, ана жаңағы қоймен ұрыспайсың да, қой мына жерді көріп, мынандай ғой деп саған бірдеңе деп атса, бопты дей саласың да, бопты. Себебі ол оны түсініп тұрған жоқ та, бізге көрініп тұр да, ол ана жерде мынандай бар, мына жерде мынандай бар деп ше. Жоқ, көрпе жасамай, просто жастық жуам ғой. Соны қайта жастықтар айтады, мен қашан тігесің, өйстіп арбиып жүріп тұрамыз ба деп ше. Соны түйсігінен уже ренжіп жатыр деп тік қойыш деп отырмын. Бірақ тігісім ұнап тұрған жоқ өзіме. Фокусым бар сіздерге кетіп жатыр да. Түсіндіре алдым да. Енді қараңыздаршы. Жоқ, сіздерді қой деп тұрған жоқ. Просто мен өзімді сіздерді қой деп тұрған жоқ. Себебі сіздер мені сұрап тұрған жоқсыздар ғой. Не істейін? Айдана, мен осындай блок болып тұр, мен осы қалай шешейін? Үйтейін деп тұрған жоқсыздар ғой. Если мені сөйтіп тұрсаңыздар, мен прямом смыслде емес, просто если мен білсем айтам да. Білесіздер ма, бұрында мен инстаграмға кірген кезде, 4-ақ минут қалыпты ғой. Инстаграмға кірген кезімде біреулер маған негатив жазса, мен кәдімгідей жынданып, неге сен маған үйтесің деп анамен қырылатынмын ше. Қырылғанда енді андай ғой,
кәдімгі өз-өзімді ақтап айтып, мен ондаймын, мен мұндаймын ғой, сен мені білмейсің, үйіме келіп көріп ал, біреу мені анау мынау десе, мен кәдімгідей жаңағы инстаграмға кіріп ответ қайтарды ма, маған не деп қайтарды деп бүкіл ойымның барлығы сол адамға қалай да бір жығу ма білмеймін, әйтеуір енді өзімді ақтап алу да. Енді қазір осы соңғы бір 4-5 айда мен вообще елемейтін болдым инстаграмда, негативті елемейтін болдым да. Бірақ менің түсінігім бойынша жаңағы қандай нәрсе жазса да мен бүйтетінмін. Жаман нәрсе жазды ма, жақсы, Алла разы болсын. Жақсы нәрсе жазды ма, Алла разы болсын деп мейір махаббатпен қабылдаймын. Жаман нәрсе жазып қойса, бопты деп гүл жібере салам, жүрек жібере салам да, бірақ ұрыспаймын да. Бұрынғыдай ол мен өзім тәрбиелегенмін ғой. Оған браво деуге болады. Сіздердің араларыңызда блогерлер немесе сондай кісілер болса, менің өмірлік тәжірибемді қолдансаңыздар болады. Бүгін мен бір нәрсе түсініп қалдым, соны сіздерге вообще бөліскім келіп жатыр. Былай дейді да, если жаңағы негатив болды ғой, жаңағы негатив жазды, мен бұрында жүрек жіберіп қоятын. Бірақ сол жүрек жіберген кезде де менде ойымда болып тұратын. Ана кісі не жазды екен, жүрегімді қалай қабылдады екен деп сөйтіп ойлайтынмын да. Менің жаңағы спокойный отношениямды агрессиямен жазған адам менің просто жіберген гүліме қандай реакция қалдырды екен деген бәрібір де өзімде ой тұратын. Мен бүгін мынандай нәрсе түсіндім, қараңыздар. Вообще сондай жіберген кезде вообще жауап бермеу керек екен да. Если негатив жазатын болса да, если позитив жазатын болса, ол позитив нәрсе, яғни Алла разы болсын, өткенің өсін деген нәрселер маған жаздыңыз ба, мен оған қуанамын ғой. Біз бір-бірімізбен энергия алмасамыз да. Ал жаңағы ұрсып жазған адамға мен жүрек жіберсем де мен оған энергиям беріп қойдым да. Ол менің энергиямды жұлып алды да, былайша айтқан кезде. Хотя мен оған ұрысқан жоқпын, просто жүрек жібердім. Түсіндіңіздер ма? Міне айналайын көп жаса, бақытты бол деп айтады ғой. Мен прям мейір махаббатпен қабылдаған кезде мен де сізге энергиям жіберемін да. Сонда сіздің маған жазған жақсы нәрсеңіз маған өтеді, менің айтқан нәрсем сізге өтеді. Ол маған агрессиясын төгіп ашуланып тұр, мен оған жүрек жібердім да. Сонда мен оның по-любому оның жаман нәрсесін өзіме тартып алдым да. Түсіндіңіз бе? Сөйтіп мен энергиямды құртып алдым. Ол рахаттанып, гүлімді алып, жүрегімді алып да. Түсіндіңіздер ме? Сондай нәрсе бар екен. Енді мынаны қараңыздар. Баламды кешірем дегеннен шығып тұр ғой, адам қуама, адам деген баласын кешіре ма деп ойлайсыздар, Мен сіздерге әке-шешені не үшін әке-шешеден кешірім сұрап өз-өзіңізді тазалаңыздар дегенді бөлек эфир арнасам болады негізі. Себебі біздің дегеніміздің өзі бізге блок болып жазыла береді да. Біз сол нәрселерден құтылуымыз керек. Себебі неге құтылуымыз керек? Себебі Алла тағала бізге ризық несібе берейін деп тұр. Біз мына жақтан қарызбыз. Мысалға сізге біреу қарыз болса, сіздің бір услугаңыз жасап берсе, жаңағыдай бір услугаңыз жасап берсе, сіз айтасыз ғой, сразу 100 мың қарыз болса сізге, услугасы бір 20 мың тұратын болса, мына 20 мың ұстап қалдым, 80 мың теңге дейсің ғой. Дұрыс па? Немесе сізге біреу қарыз болып тұрып, оның айлығын 100% бермейсіз ғой, сіз какой-то бір бөлігін алып қоясыз, сенің мынандай қарызың бар еді ғой, жайлап құтыла бер деп. Сол сияқты енді мен пример ретінде айтып жатырмын да. Енді мен білмеймін ғой, Алла тағала системасында. Алла тағала солай біздің жаңағы ризығымызды солай, сен мені әкеңе сөйлеп қойған үшін, шешеңе сөз қайтарып қойғаның үшін, біреуді жамандап ғайбат айтып қойғаның үшін міне деп кемітіп қою мүмкін да. Сол үшін де айтады ғой, өкпе ренішті алып тастаңдар. Сосын айтады бізге, біз не только өкпе ренішті, біз даже махаббатымызды да білдіруіміз керек. Махаббатымызды, мысалға мен байқайсыздар ма, осыны үйреніп бұрында көп не алмайтынмын. Бұрында сәл ұялатын едім да, үйдегілерден, апамдардан ұялатынмын. Қазір ешкімнен ұялмаймын. Алдыма балам келе ме, құшақтаймын, жаным, жақсы көресіз бе дейді ғой, жақсы көремін, жаным, жақсы көремін дей беремін. Махаббатымды мен білдіремін. Даже біздің ішіміздегі айтылмай қалған махаббаттың өзі ол блокқа айналып қалады да, травмаға айналып кетеді да. Мысалға бұрында біздің мамаларымыз, мен шал мен кемпірдің қызы болдым. Мен папам бүйтіп, қазір балалық шағым есіме түсіп жатыр ғой. Атамның қызы болдым. Кейін атам қайтыс болған кейін папамның жанында жүрдім осы кезде. Папам бір андай
мен күйеуге тиетін шығармын деген есімде да кішкентаймын ғой енді. Папам ертең сонда мен күйеуге тиемін ба дегенде папам айтатын, сен күйеуге тисең мен өліп қаламын ғой дейтін ше. Соны қазір түсінемін ғой. Папам неғып өйтіп айтады, бір адам сияқты күйеуге тию оңай ма маған деп ойлайтынмын ғой. Сөйтсем мен енді қазір қызым бар ғой, 4 жылдан кейін қызым ше. Кішкентай ақ қой, бір жасқа толған жоқ әлі. Бірақ папасы екеуміз отырамыз да, әкесі екеуміз. Мына қыз күйеуге тисе біз қалай қайтеміз деп ше. Кішкентай қызымыз да ал қылығымен жаңағыдай жанып тұрған сәтінде қалай әкелер жүрегінен жылып біреуге береді да, иә, қандай бір жүректі ауыртатын нәрсе ғой, иә. Әкені кешіре алмайтын жағдай болса ше, қалай кешіреміз дейді. Мен сізге кешірсең де кешіресің, кешірмесең де кешірмейсің деп не қыламаймын қыздар. Өмір сіздікі да. Мен осыны түсіндім ше. Мен қазір әйелдің энергиясын көтеретін жаттығуларға бару үшін, мен оны өзім үшін барып жүрмін. Өзім үшін мен қазір ойландым. Мен осы уақытқа дейін бәрі үшін әр нәрсе істеппін. Енем ұрыспасын деп, бала-шағама жақсы мама болу үшін, күйеуіме жақсы әйел болу үшін, ата-анама жақсы қыз болу үшін мен, в общем, тырысқам да, оқырмандарыма жақсы блогер болу үшін мысалға да. Қазір ойланамын, мен өзім үшін не істедім деп ше. Мен өзім үшін не істеп жатырмын деп. Ағзам үшін не істеп жатырмын. Саналы түрде. И мен әйелдің энергиясын көтеретін, мен фитнеске барып көрдім, фитнес маған ұнамады шынымды айтсам ше. И жаңағы жаттығулар, шығыс биі, зумба жа. И анан неғылған кезде менде прям күшті сезім болады ше. Бүгін сосын күнделікті азанда сиыр сауып болған екен, бұрында мен бүйтетінмін. Ұйқың келіп тұрып сиыр сауасың ғой, сол сиыр сауып болған кейін қайтып жатып қалатын төсегіме. Жылы төсекте кім жатқысы келмейді, былай қарап тұрсаң да, логично ғой, ұйықтаған келеді енді. Нәпсінің қалауын орындап ше, тез сиырың сауып, ана үйдегілер жұмысқа шыққанша 1-2 сағат ұйықтап алып, кейін шай пайын бере бересің ғой. Бірақ ұйқың келіп тұратын. Қазір мен ұйқым келмейді. Ана сиыр сауып болған екен тұрамын да, сүтім піскенше барып ана вакуум, наули жаттығуларын жасаймын. Ана табиғат қой бізде, бау сояға шығамын да, ана шегеткелер, жаңағыдай құстардың дауыстарына қарап, күнге қарап, кәдімгідей, Аллах қандай күшті деп, андай бір сондай бір сезім да, бір жағынан денсаулық, өзімді андай тануға да, білмеймін енді, керемет сезім да, білесіздер ма? Сол нәрседен кейін, егер адам сондай күйге түскен кезде, ол күйеуімен де ұрыспайды, ол бала-шағасымен де ұрыспайды, оған ештеңе не емес та, себебі адам қандай болса, ол сондай адамдардан қарым-қатынас солай алады да. Мысалға мен спокойствиемен, гармониямен жүрсем, маған да адамдар білмеймін қалай екенін, солай отношение жасайды да. Енді қараңыз, әкені кешіру ол түсініңіздерші, жауапкершілік әр адам өз сезіну керек. Сізге сол грузды көтеріп жүру керек па? Егер керек десеңіз, көтеріп жүре беріңіз, өле-өлгенше көтеріп жүре беріңіз да. Адам өзінің өмірін өзі жасайды. Мысалы қараңыздаршы, мына бөлме, мен мына бөлмені өзім жасап алдым. Себебі өзімнің жанымның жайлығы үшін да. Қарап отырсам, күйеу ақша тауып беріп жатыр. Күйеу істей бер деді. Күйеу үйіне рабочийлар келіп істете бер деп рұқсат беріп тұр. Сонда сен не күтесің? Алда ақша бәрін беріп тұрса, давай істе де рахаттанып отыр. Бұл өмірде адамдар, мен не қылатыным ше, адамдар өмірді өзі үшін сүрмейді да. Адамдар баласы үшін сүреді, күйеу үшін сүреді. Өзі үшін сүрмейді. Көп адамдар ше. Өзі үшін сүрмейді. Неге? Оның өзі жауабын білетін шығар, бірақ адам өзі үшін сүрген кезде Алла тағала бізді өмір сүр деп берді ғой. Мысалға біздің балаларымыз да, күйеулеріміз де барлығы ол бізге берілген уақытша. Мысалға мен дәл қазір бір Назарбаевтың қызы болуыма болатын еді мысалға да. Мен мысалға бір Дженнифер Лопестің сіңілісі болуыма болатын еді да. Мысалы Алла тағала үшін түк емес қой істей салу да. Бірақ мен именно Асан мен Гүлмираның қызы болдым. Мысалға да Ыбырайдың келіншегі болдым. Мына мен 5 бала шаған анасы болдым. Значит, мен осы өмірге келдім ба? Значит, менің олардың өміріне бір әсерім бар. Мен бұл өмірден алатын сабағым бар, оларға үйрететіні бар, немесе олардың маған үйрететіні болғандықтан мен осы жерде отырмын да.
түсінесіздер ма? Енді қараңыз, әкемді кешірмеймін, шешемді кешірмеймін. Былай мен жатыр, кімсің не әкеңді кешірмейтін? Былай қарап тұрсаң, надо будет сен соның беліндегі 1045 ұрықтың ішінен шықтың ғой дейсің да, Былай жатқанда кейде мынандай сөз бар да, білесіздер ма? Мынандай сөз естіген мен ше. Бала, андай, бала, қатты айтсам қалай болады екен, бала нәжіссің ғой дейді да, бала нәжіс дейді да, мысалға. Действительно ғой, бір кішкентай бір судан пайда болды да, сен кішкентай бір судан пайда болып тұрып, еще сен әкеңе дегенде мен сен кешірмеймін, анау-мынау деп сөйтесің да. Білесіздер ма, біз психосоматолог ретінде бізде мынандай күшті бір әдіс бар, біз соны қолданамыз. Адамдар өзінің сезімдерімен өмір сүрмейді. Мысалы қараңыз, жаңағы әкесін кешірмеймін деп тұрған адам, возможно, әкесі мен анасы ажырасып кеткен, бұл анасының қолында қалды. Алкаш болса да, наркоман болса да біз кешіреміз. Бұл әкесінің қолында қалды, анасының қолында қалды, сөйтіп әкесі басқа біреуді алып кетті, сөйтіп мына жақта қыз, анасымен жүрген қыз, әкесін өмір бойы жек көріп, сөйтіп өтеді, кінәлап өтеді. Неге? Себебі қыз анасының сезімдерін иемденіп алған. Себебі қызы күнде әкесін жамандайды. Қызында әкесі туралы ешқандай естелік жоқ. Ол анасының көзімен көріп тұр әкесін. Мен әкем осындай. Сосын ол анасының көзімен көріп қойғанымен сонымен өмірі бітсе мейлі ғой. Ол тура анасының өмірін қайталайды ертеңгі болашақ өмірінде. Неге? Себебі қараңыздар, өзінің миының бар толыққан ғой сол. Ол еркек деген жаман, еркек деген байса қатын алып кетеді, еркек деген ұрады, үйтеді, бүйтеді деген сондай установкалармен жүріп, ол тура сондай еркекке тап болады. Онда мынандай нәрсе жоқ. Керемет, если ол установкалармен білмеймін не екен. Даусым жаман шықты ма не? И тура сондайға барады. Енемен жиі конфликт қалай дейді? Қараңыз, енеңізбен конфликт болса, значит, сіздің анаңызбен қарым-қатынасың дұрыс емес. Мен білесіздер ме, осы психосоматика кемейде жатқан кезде, енді ене болған екен, ене деген сөйлейді. Мысалға да, ене болған екен, ене сөйлейді. Любой ене сөйлейді, мысалы, сөйлемейтін ене жоқ. Адам болған екен сөйлейсің ғой, просто ене болған екен сәл енді бөтенсіп сәл денең тартатын шығарсың, негізінде адам болған екен сөйлейді да. И мен осындай разборлар жасап, өз-өзіме анализ жасап, психосоматологпен жұмыс жасап жатқан кезде, қараңыз, мен де сөйтіп ойладым. Сол кезде маған әйел адаммен қарым-қатынас дұрыс емес деп шыға береді да. Мен вроде енеммен де қарым-қатынасым дұрыс, анаммен де қарым-қатынасым дұрыс. Бұл жерде қалай ол анаммен, қалай сонда деген кезінде, оказывается, мен анаммен, мысалға біз мамамен күнде сөйлесіп қоямыз, жағдайыңыз қалай деп қойғанмен, бәрібір де анама деген бір ішімде сезімдерін білдірмеген екем. Анамды даже қалай жақсы көретінімді, мамама рахмет, осы мен туғаныңызға, өсіргеніңізге рахмет, сіздің қадіріңізді өзім балалы болған екен біліп отырмын, жаным анашым, сіз сияқты адамның, сіз сияқты ананың қызы болғаныма рахмет деп мен анамды басқаша қырынан танып, басқаша қырынан сөйлесе бастаған кезімде, менің өмірімде, білесіздер ме, анадан жаңа айтқанымдай, анадан мейірім, махаббат, қанағат деген сезімдер келеді, сондай ресурс келеді. Сосын анамен қарым-қатынас реттеген кезде, мысалға мен қарап отырсам ұрысқан жоқпын, жақсы көрем, бірақ қарап отырсам менде де сол блоктар шықты. Сол блоктардың бәрін өңдеген кезінде, білесіздер ме, егер нағашына тартады дейді, негізі нағашы жақтан адамның бойына көп жақсы қасиеттер өтеді. И біз анамызды толықтай қабылдап, сезініп отырсыздар ма, мен мамамды қалай жақсы көретінімді. И мен сезініп отқан кезде, нағашылар жақтан бар ғой неше түрлі тұлғалар, дарынды, неше түрлі бай-бақуатты, неше түрлі бір дәулеті, сәулетіне сай адамдар болады да. Барлық қазақ деген негізінде текті халық қой.
сол даналық нағашылар жақтың даналығы саған өтеді. Саған өткен даналық сенің балаларыңа өтеді. Енді сен сонша даналықпен сенің балаларың жүрмейді ғой, бір жаман болып та. Өзің ойлашы. Вот сондай нәрселер бар. Енді мына баламды кешіру, соны аяқтайшы, бір нәрсе айтып ойын бөліп кетіп отыр ғой. Негізінде өте көп ақпарат білгенде осындай ананы айтып кетесің, мынаны айтып кетесің. Если тым ақпарат болмаса, отырасың ғой бір тақырыптың аясында, так, мынау деп өтіріктен жазып алған нәрсені қайта параққа қарап та, дұрыс па? Дұрыс айттым ба ағайындар? Қараңыздар. Қарамайсыздар ма деп па? Мен мамаға айттым, мама, мен сізді жақсы көрем деп. Бүйтіп мына анаңыз отырады, анаңыздың аяғына отырасыз, бүйтіп былай. Мысалы біз былай қарауымыз керек та. Біз баламыз ғой. Бала былай тіке көзбе көз емес, былай қараймыз. Жоғарға қараймыз. Мамамыз отырады да. Мама, анашым, жаным, мен өмірге алып келгеніңізге рахмет. Я, біз анамызға еркелемейміз, анамызбен әйел ретінде сырласпаймыз, білесіздер ма? Анам жақсы ғой, жақсы дейсің. Әкеңмен де жақсы ғой, жақсы дейсің. Әкем бар ма? Бар. Бірақ сен анашым ғой мынау мені осы кісі әкемегенде мен өмірге келмес едім ғой деп біз саналы түрде сезінбейміз да. Біз қалай саналы түрде сезінеміз, солай ол бүкіл блоктар шешіліп, жаңағы не бар ма? Ресурстар, жабық тұрған ресурстар ашылады. Мейірім ашылады, махаббат ашылады, қанағат сезім ашылады да, прям зор нәрсе. Мен сіздерге прям шынымен мен психосоматикаға өле-өлгенше рахметімді айтам да. И мен айтам, мамаға айтам, мама, қалай екеуміз күшті сырластық деймін да. Мен бұл екеуміз осы сырласпай кеткен кезінде, мысалға, мен ертең қызым бар ғой, менің де жалғыз қызым, мен пока что жалғыз ғой, туатын шығармыз. И мен де қызым, мысалға, мама қалайсыз, жақсы ба, деп салқынқанды болып жүре беретін еді да. Мамама қыз ба болды да. Ал мен мамамнан толық ашылдым ғой, анашым, сіз сияқты адамның қызы болғаныма рахмет деп прям сезініп тұрып айтқан кезде, ертең мен 100% Аллаға иншалла деп айтайыншы, қызым да менімен соншалықты сырлас болады да. Міне қараңыз, мен де апамның қызы болдым, мамаммен арада стена сияқты. Вот мен де атам мен апамның қызы болғам. 6 класста атам қайтыс болды, одан кейін апамның несінде жүрдім, кейін бар мамаларға бардым. Менің мамам бөтен адам сияқты болатын ше. Мені бөтен білмеймін енді. Бірақ енді қарап отырсам, мамам ұрсады ғой енді. Адам болсын деп ұрсады ғой мамалар. Ешкім жаман болсын деп ұрспайды ғой. Сол кезде мен ойлаймын, вообще ешқандай тірлік істемейтін боламын ғой мен. Мамам ұрсатын. Неғып істемейсің тірлік, анандай істе, мынандай істе. Сен кемпір мен шалдың қызына білесіздер ғой, сөйлеуге болмайды ғой. Мен даже басымнан сөз асырмайтын едім. Қазір ғой сәл асырып жүрдім. Кемпір мен шалдың қызына сен сөйлеп көрші, бәле қыласың ғой қазір. Вот сондай адам едім да. Мамаға барған кезде мама мені тәрбиеледі ғой. Үйтесің, мен ата-апама рахмет айтамын, маған берген рухани азықтар үшін. Бірақ мына тірлікке ептеткен менің анам. И сол ана тірлікке ептеткен кезде, жаным, көзің қызарып қалып, мен сен үшін уайымдап жатырмын. Жүрегім ауырып отыр сенің. И біз анамыз жаңағы ұрысқан кезде адам болсын деп ұрсады ғой. Енді кімнің барған жерінде мені ұятқа қалдырасың деп ұрсады ғой. И оның барлығы біріншіден ол да установка, сол сөздің бәрі установка негізінде ше. Енді соны тырысып, ойбай, сізге ұят қалдырмайын деп істеп жүр ғой енді. Мен мысалы осы уақытқа дейін анама, әкеме ұят келмесін деп неше түрлі тірлік істеген да. Вот ойбай, бітірекші айналайындар, не болып кетті. 15 минут қалды, мен 10 минутта қазір не істей аламын ба, қамыр жая аламын ба? Қараңыздаршы, былай ғой, баламды кешірдім деген қараңыздар. Біз аналар қанша баламыз болса да, бұл сізге абсурд болып көрінуі мүмкін. Кемпір шалды ата әжеге ауыстырсақ бола ма? Ауыстыра беріңіз, өзіңіз білесіз. Кемпір шал дейсіз ба? Мысалға, мен әкем кемпір шал деп айтады да. Кемпір шалдың қызы дегеннен кейін мен кемпір шалдың қызы деген маған жақынырақ, себебі миыма сол қиылып қалған да. Ата мен апа деп өзім айтамын. Бірақ папамның сен кемпір шалдың қызысың деп айтқаны мен айтады постоянно. Енді қараңыздар, қанша балаңыз, ойымды бөлмеңіздерші, қанша балаңыз болса да, бір балаңыз болса да, даже балаңыз жоқ болса да, күшті нәрсе айтып жатырмын қазір, білсеңіздерші.
бала болмай жатса да біз айтуымыз керек, мысалға рахмет айтуымыз керек балаға, және де кешірдім деп айту керек екенбіз да. Мүмкін бұл абсурд қой деп ойлайсыз да, мен де осыны абсурд қой деп ойладым. Мен психосоматика келіп, мен 5 бала туып Алланың берген да, и мен оның барлығын тәнімнен өткізгеннен кейін мен уже айтамын да, айта аламын да. Если мен қыз болып отырып осы нәрсені айтсам, Құмаш сен бірінші бала туып көрші деп айтасың ғой. И мен сол процесстердің бәрін өткізгеннен кейін мен прям айтам да. Айтқан екен, сіздер біліп қалсаңыздар, ол сіздердің өмірлеріңізге, сіздің балаларыңыз үшін, психосоматиканы оқыдым. Сіздің балаңыз үшін, сіз өзіңіз үшін де, балаңыз үшін де өте пайдасы бар. Баланы келеді ғой, келген кезде мама жақсы көріс па дегенде обязательно құшақтаңыз. Не важно, атасы көріп тұра ма, апасы көріп тұра ма, жоқ. Балаңызға деген қандай махаббатыңыз бар, прям Аллах, бірақ маған осыны айтты. Тек Алла үшін, мен сені Алла үшін жақсы көремін деп ше, Алла разылығы үшін жақсы көремін деп айтыңыздар. Андайда иемденіп, бұл нәрсе мынандайда сіздер ойлап қалмаңыздар. Мен баламды жақсы көріп айтып, мен оны иемденіп аманда деп. Жоқ, оның иесі Алла, баланың иесі Алла. Сіздер шатастырмаңыздар. Бізде нәрсе, біз адамдар тек қана сезім білдіреміз. Махаббат па, сізге балаңызға деген махаббат кеп тұр ма? Махаббатты білдіресіз. Жаным, мен сені жақсы көремін, Алла разылығы үшін, Аллаға мыңда бір сендей бала бергеніне деп біз айтамыз. Түсінесіздер ма? Ойлап қалмаңыздар, иемдеп, мына бала менікі, не істесем өзім білемін, өзім туғам, өзім өлтіремін дейтін әйелдер андай қаламшы, той деп ше. Сезім білдіріңіз, махаббатты. И сосын кешірім. Мына біздің тәнім, не үшін біз аффирмация айтамыз? Не үшін аффирмация айтамыз? Себебі аффирмация айта берген сайын біздің тәніміз сенеді ғой. Мен баймын, мен бақыттымын, бақыттымын деп айта бер дейді. Сен басында миың сенеді, миың сенгеннен кейін барып тәніңе жібереді. Ми тәнге жібереді да. Сол сияқты біз баламды кешірдім, сені жақсы көремін деген сайын біз жүрекпен мидағы қаншама вибрацияны біз тәнімізге жібереміз. Біз білесіздер ме, біз бала туған сайын, мен осыны естіген шошыдым деп жатырмын ғой. Сіздер де қазір шошып қалуыңыз мүмкін да. Бірақ маған түсінуім үшін жылдарым кетті. Сол нәрсені түсінемін деп жүріп 3 бала туып қойдым да. И қазір мен уже түсіндім оны. Кешірдім деп просто айта беріңіздер. Жаным, сені кешірдім. Не үшін айтады ана кемпірлер? Мен осыны 4-ші баламда мен осындай стресске түскен кезде пост жазғам осы туралы. Сол кезде қаншама адам жазды. Анау ақ сүтімді кешірдім деп айтады ғой апалар балаларына. Мен сендерді кештім дегеннің де себебі осы ма деп қалдым. Себебі ана ағзасы кешірген кезде бала бақытты болады. Біз ақ батамызды береміз. Не үшін? Жұмақтың кілті ананың табанының астында деп намектап, прямой бір кілт жатқан жоқ қой, намектап жеткізді. Себебі біз анамызбен сондай қарым-қатынаста болған кезде, анамыз бізді шынайы жақсы көріп, қанша да болса да балаң 100-ге келіп кетсе де, біз солай айтсақ, баланың бағы ашылады. Мысалға сен қараш, біздің тәніміз ренжіп қалады, себебі біз баламызды босану үшін қанша травма аламыз, стресс алады ғой ағза деген. Кішкентай бір жерден бала шығады, немесе кесарьмен босанатын жерде мына ішіңді кеседі, теріңді кеседі, одан баланы алады, оны тігеді, оның күтімі, ағзаға қанша стресс қой, ол ағза түсінбейді ғой. Сөйтті ол ана баланың жаман деп ойлап қалады да. Біз соны кешірдім деген кезде баланың бағы ашылады. И одан кейін мынандайда, мысалға саған біреу ренжіп қалса, сен примерно білесің ғой, мен жолым болмайды, мен жолымды ашу үшін ананың менде сондай нәрсе бар, біреу маған ренжіп қалса, мен как будто жолым болмайды. Ол да бір установка да. И сол сияқты сенің ол жерде басқа біреу емес, сенің ағзаң баланы жақсы көрмей тұр да. И соны біз Алла разылығы үшін кешірдім деп махаббатымызды білдіріп, солай болған кезде біз баламызға толықтай мейірім, махаббат, қанағат деген сезімдерді бере алады екенбіз. Эфир пайдалы болды деп ойлаймын. Енді мен 8-9 минутта
9 минутта қамыр жай деп енді маған не қылыңыздар, мына тамағым не болып жатыр ойдар. Енді иә, установка өте көп. Жақсы, аман болыңыздар. Аман болыңыздар. Қымбат, сіз біреудің эфирінде отырып алып, өз-өзіңізге күшті реклама жасап жатсыз ғой, жолыңыз болсын. Аман болыңыз, клиенттеріңіз көп болсын. Клиенттеріңіз көп болсын. Бірақ менің ойымша, сіз менің ақыма кіріп тұрған сияқтысыз. Менің ойымша да. Жақсы, аман болыңыздар.